Құрметті Алланың қонақтары, міне Алла тағала нәсіп қылып, Нұр тауындағы Хайра үңгіріне келіп қалдық. Жер бетінен теңіз деңгейінен 634 метрде биіктікте орналасқан бұл үңгір. Теңіз деңгейінен 634 метрде орналасқан, қасиетті Меккеден, харамнан шамамен 6 шақырым қашықтықта орналасқан. Алла тағаланың адамзатты тура жолға бастаушы болған ең ұлы мұғжизасы, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлығының ең ұлы мұғжизасы, Құран кәрімнің жер бетіндегі ең алғашқы түскен аяттары түскен жер осы Хайра үңгірі, Нұр тауы. Атының өзі қандай керемет, Нұр тауы дейді. Бұны бір деректерде Джабалул Ислам деп айтады, Ислам тауы деп аталады кейбір деректерде. Бұл қалай болды? Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 25 жасында Хадиша анамызбен некелеседі. Олардың некесінен 6 перзент дүниеге келеді. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол кісімен 12 жыл отасқаннан кейін 37 жасқа толған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір түстерді көре бастайды. Сол көрген түсім таңертең тура соң болып жатқандығын көреді. Яғни таңның шапағындай анық түстердің болып жатқандығын көреді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Және сол 37 жасқа толып 37-ден 38-ге қарай беттеген кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі оқшауланғанды жақсы көреді. Меккеден шығып кетеді. Меккеде ана көз алдында көрініп тұр Мекке. Меккеден шығып кетеді. Меккедегі адамдардың қағбаны тыр жалаңаш айналып жатқандары, пұттарға арнап, Меккенің қағбаның жанында 360 пұт болған. Солардың барлығына арнап құрбандық шалатын болған меккеліктер. Және Аллаға серік қосатын қандай амалдар бар? Палшыға бару, балгерге бару, құмалақшыға бару, жебе тастау, бүкіл Аллаға серік қосудың батпағына батқан халықтың барлығын көреді. Арақ, зина, ойнастық, неше түрлі нәрсені көреді. Кішкентай Мекке алақандай. Соның барлығын көреді де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол фитратына, табиғатына сай келмейді. Сөйтіп осы жаққа қарай келіп, оқшауланғанды жақсы көреді. Келіп отырып, мынадай кішкентай ғана жердің бір шетіндегі Мекке, қараңыздар, кішкентай ана алақанға да сыймайды, ана қарасақ. Ол кезде бұндай болмаған, ол кішкентай болған. Сол кішкентай Мекке осындай былыққа толып жатқан болса, әлем не болып жатыр екен деген нәрсе келеді адамға. Дұрыс па? Кішкентай Мекке бұзылған болса, әлем не болып жатыр? Әлем ол кезде екі-ақ империядан тұрады. Біреу Парсы, екіншісі Рим империясы. Ар жақта түріктер бар, біздің аталарымыз. Кімдер? Римдіктер. Олар мына қыздың, әйел адамның мәһір дейді ғой. Жаңағы құны. Қалың малы қымбат болғандықтан бұлар көп үйленбейді екен Рим империясындағылар. Тек қана ойнастықпен айналысады екен. Және хайуандармен де не қылады екен? Келді-кетті жасап тұрады екен хайуандармен. Оны сол жерде өмір сүрген сахаба айтады, Сухайб ибн Синан деген кісі айтады. Мен Рим империясындағы адамдардың істеп жатқан азғындығынан ойлайтын едім, Құдай төбемізден тас-таста жіберер ме деп дейді. Сондай азғын болып кеткен. Дін жоқ. Сонда өзі ішінен ойлайды екен, Құдай мына азаптан төбемнен тас-таста жібермей екен деп, сол қорқып жүреді екен Рим империясында құлдықта жүрген кезінде. Кейін қашып келіп Меккеде исламды қабылдайды. Сухайб ибн Синан ар-Руми деген сахаба. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, Сухайб ибн Синанды жақсы көрсін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Оны ешкім танымайды дейсіз ғой, Сухайб ибн Синан. Жақсы. Міне бұл Рим империясында болып жатқан жағдай. Ал Парсы империясында Яздаджурт деген мәлік патша болған. Ол өзінің қарындасын, қыздарын некесіне алып, солармен болғаннан кейін шетінен өлтіріп тастайтын болған. Парсы империясының патшалары. Өзінің қарындасын некесіне алады, өлтіріп тастайды, қызын некесіне алады, өлтіріп тастайды. Осылайша жердің беті азғындыққа душар болды. Тіпті Парсы патшаларына кірген әрбір елші басындағы сәлделерін аузына тығып қояды, сәждеде жатады екен. Император тұр деп айтқанға дейін. Яғни бұл адамға құл болу бар екен сол кезде, көрдіңіздер ме? Алла қалды бір жақта, Құдай қалды, адамзаттың барлығы бұзылды. Кішкентай Меккенадай болып жатқанда жердің беті туралы ойлау мүлдем не қиын нәрсе. Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 38-ге толды, 39-ға толды, 40-қа толды, 2,5-3 жыл өтті. Хадиша анамыздың жасы 55-тен асып кетті. 50-55-тен асып кетті Хадиша анамыздың жасы. Сонда Хадиша анамыз күніне бір рет немесе 2 рет пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ана Хайра үңгірінде отырған кезінде тамақ алып береді екен. Қандай жақсы әйел? Ол әйел Хадиша бинт Хуайлид. Пайғамбар жаңағы Меккенің халқы не деп айтты дейді? Бұл ең Меккедегі кемел әйел деп айтты. Ақыл тұрғысынан ең кемел әйел бұл Хадиша анамыз болған. Қазір келеміз оның қалай жәннаттық болатындығына.
Mine osылайша Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге барады да бір екі күн үйінде болады да бір апта осы жерде болады екен. Немесе бір апта үйде болады, бір апта осы жерде болады екен. Кейде бір айға дейін осы жерде отырып оқшауланып ойланады екен. Бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Алла тағаланың жайлап не істеуі, дайындауы вахиға. Вахиға Алла тағаланың дайындауы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды. Жолда келе жатқан кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, маған жолда Меккеде Хайра үңгіріне бара жатқан кезінде сәлем беретін тастар бар еді дейді. Мен соны әлі күнге дейін танимын. Демек, мына екі ортадағы жолда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сәлем беретін тастар болған екен. Ассаламу алейка я Расулалла деп айтады екен. Ей Алланың елшісі, саған сәлем болсын деп айтады екен тастар. Бұл не? Жайлап Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды мұғжизалыққа дайындап жатыр, пайғамбарлыққа. Осылайша Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жасы 40-қа толған кезінде, 40-қа толып 6 ай мен 40 пен 6 айдың арасында 41-ге толған жоқ әлі. Рамазан айында осы Хайра үңгірінде отырған кезде, кештердің бір кешінде Жабраил алейхиссалам келді дейді. Жабраил алейхиссалам келді де Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жүрегі аузына дейін жетті. Бұндай жаратылысты ол бұрын соңды көрмеген. Сөйтті де, безбуқа қойып қойшы телефондарды болсын. Жабраил алейхиссалам келді, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол нәрсені күткен жоқ. Bir кезде Жабраил алейхиссалам Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның кеудесінен былай қарай қысты дейді. Сөйтті де, ей Мұхаммед, оқы деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ма ана би қариин, мен оқи алмаймын деп айтты. Сөйтті де Жабраил алейхиссалам екінші рет біріншісінен де қатты қысты дейді. Оқы ей Мұхаммед деген, ма ана би қариин, мен оқи алмаймын деп айтты дейді. Үшінші қатты қысқан кезінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мен жаным шығып кетеді ма деп ойладым дейді, болды. Осы жерде өліп қалатын шығармын деп ойладым дейді. Сөйтіп қатты қысып тұрды да мені жіберіп қалды дейді кеудемнен. Сөйтті де, ей Мұхаммед, бисмиллахир-рахманир-рахим, иқра бисми раббикаллази халақ. Ей Мұхаммед, аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы деп айтты. Иқра бисми раббикаллази халақ. Бисми раббикаллази халақ. Халақал инсана мин алақ. Оқы ей Мұхаммед, бисми раббикаллази халақ. Жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол сондай Алла адамды ұйыған жабысқақ қаннан жаратты, жатырға жабысатын дейді. Адамды жатырға жабысатын ұйыған қаннан жаратты дейді. Иқра, оқы ей Мұхаммед, ва раббукал акрам, сенің Раббың аса ардақты. Аллази аллама бил қалам, ол сондай Алла сендерге, яғни адамзатқа қалам менен жазуды үйретті дейді. Ар жағында аяттың алламал инсана ма лам я'лам, ол сондай Алла адамзатқа білмейтін нәрсесін үйретті деген аяттарды. Иқра, Алақ сүресінің Құран кәрімдегі ең алғашқы 5 аяты міне осы Хайра үңгірінде түсті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Рамазан айында 40-тан асқан шағында міне түскен екен. Осылайша Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл уахиді қабылдағаннан кейін, ал енді қызық басталады. Жүрегі ұшып кеткен, жүрегі соғысы сыртына дейін шығып тұр. Мына таудан төмен қарай түсті дейді. Енді қаяғынан түскенін мен білмеймін. Бірақ енді мына таудан тоқтамай түсті дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мына жерде аяқ бір қате кететін болса шалыспас. Жерге жетем дегенше парша-паршан шашылып қаласың. Өйткені осы Меккенің тауларының төбесінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды жаңағы Ухуд шайқасында иығынан ұрған, тісін сындырған, бетін ұрған Ибн Қамия деген кісі бар, Абдулла ибн Қамия деген. Сол осы таулардың бірінде ешкі бағып жүрген кезде аяғы тайып құлап кетеді. Жерге түскенге дейін бөлшектеліп қалған дейді, денесі қалмаған дейді ешқандай. Көрдіңіз ба? Егер де Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына таудан түскен кезде бір аяқ қате кеткенде жерге жетем дегенге дейін не істейтін еді? Парша-паршасы шығып қалатын. Бір Алла тағаланың мейірімі, рахымы. Үйіне түсті де сақтады Алла. Жерге түсті, үйіне қарай жүгірді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Тоқтамастан жүгірді аяққа дейін. Қағбаның жанында. Кеше көрдіңіздер, Қағбаның жанында үйі бар Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Хадиша анамызбен бірге тұратын. Негізі өшіп жасаңыздар, мен ойым бөлініп кетіп жатыр ше. Қасымбек бірақ негізі үйіне барды да не деді? Заммелуни деді. Хадиша анамызға кірді де, Хадиша, мені орап тастаңдар деді. Осылайша оралып алып не істеді? Жатты. Қорқып кетті. Қорқыныштан жатты. Міне бұл аяттың түсуімен
Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға пайғамбарлық міндет жүктелді. Елшілік міндет жүктелген жоқ әлі. Пайғамбарлық міндет жүктелді. Алла тағала ақырғы заманның пайғамбарын таңдады, болды. Әлі елшілік міндет жүктелген жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Осылайша қорқып дірілдеп жатқан кезде Хадиша анамыз не істеді? Жындысың ба? Не істеп жүрсің тауда? Анау мынау дейді. Жоқ, кемел әйел, көрдіңіз ба? Кемел әйел ора деді, орап тастады. Жүрегі басылғанша күтті Хадиша анамыз. Жүрегі басылғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның көрпесін ашты да, ей Мұхаммед, не болды деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, ей Хадиша, мен өзіме қатысты болған нәрседен қатты қорқып кеттім деді. Маған сондай бір түрлі нәрселер болып жатыр деді. Сонда Хадиша анамыз қараңыздар, кемел әйел, ей Мұхаммед дейді, Алла тағала сені қорғылмайды дейді. Өйткені сен жоққа көмектесесің, туыстық қарым қатынасты үзбейсің. Жолда қалғанның үйін жолында қалғанды жолына жеткілікті дәрежеде көмектесіп үйіне жеткізесің. Ағайынға ал берді келді жасайсың, және қонақты керемет қылып күтесің деді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Алла сені қорғылмайды. Керемет қасиеттер көрдіңіздер ме? Қазір бар ма біздің бойда? Жоқ, қонақ келсе қабағын шытып отырады қазір келіндер. Бір енелер үйге қонақ шақыруға қорқып қалдық қазір дейді. Келініміздің қабағына қарап отырамыз дейді. Көрдіңіз ба? Қазақ не дейді? Тамақ берме, қабақ бер дейді. Сондықтан сенің тамағың тәтті болмай қойсын, қабағың керемет болатын болса, үйіңнен қонақ арылмайды, үйіңнен қонақ арылмаса, үйіңнен береке кетпейді. Шекең тырысып отырса, кім келеді үйіңе? Тасташы дейді. Осының үйіне барғың келмейді мен дейді. Хадиша анамыз көрдіңіз ба, қандай әйел? Сондай әйел ғана жаннаттық болады, көрдіңіздер ме? Сондай. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, 4 әйелді Алла тағала әлемдерге таңдады, жаннаттық қылды деді. Соның ең біріншісі Мариям анамыз деді. Екіншісі Асия анамыз деді, Фирғауынның әйелі. Үшіншісі менің әйелім Хадиша, төртіншісі менің қызым Фатима деді. Бұл төртеуі де ең ұлы амалдарды жасаған әйел адамдар екен. Көрдіңіздер ме, Хадиша анамыздың қандай кемел деген атқа лайық болғандығын. Сөйтті де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жүрегі басылғаннан кейін қолынан жетектеді де, ей Мұхаммед, жүрші көкемізге барып қайтайық деді. Көкесі кім? Көкесі Уарақа ибн Науфал. Ол кезде соқыр болып қалған. Бұл кісі Таурат пен Забур, Інжілді оқитын кісі болған. Шам жеріне барып, ерінбей Таурат пен Забурды оқып келген христиан дінін ұстанатын Меккедегі жалғыз бірден бір білімді адамдардың біреуі осы екен. Сөйтсе бұл қартайып қалшылдап қалған шал Хадиша анамыз келіп, ей көкем дейді. Хадиша анамыздың көкесі Уарақа ибн Науфал. Көкем, мына менің күйеуім бірдеңе айтқысы келіп тұр, тыңдашы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзімен қатысты болған нәрсенің барлығын айтып берді. Көрген түсін, бұл түс пайғамбарлықтың 46-дан бір бөлігі. Пайғамбарлықтың 46-дан бір бөлігі түс болады. Түсін айтты, болғанын айтты, отырғанын айтты, ойланғанын айтты, мұғжизасын айтты, аяттың түскен барлығын айтқан кезде Уарақа ибн Науфал не деді? Ей Мұхаммед, саған келген, Мұсаға келген намус қой деді. Намус қой деді. Бұл ілгерідегі Таурат, Забур, Інжілде бұл Жабраил алейхиссаламның аты намус болған екен. Намус деген сыр сандықтың иесі деген. Алла білдірген білімдердің, ілімдердің иесі бүкіл пайғамбарлардың арасын жалғаған намус қой ей Мұхаммед деп айтты дейді. Демек сен Алла тағала таңдаған ақырғы заманның пайғамбары екенсің дейді. Бұл ілгерідегі кітаптарда келген дейді. Ілгерідегі кітаптарда келген бұл. Тауратта, Забурда келген яхудилер пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көрген кезде танитын болған. Көрген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи танитын болған. О, мынау Мұхаммед деп айтатын, бірақ бұған біз иман келтірмейміз. Өлгенше қасарысып өтеміз, өйткені бұл араптан шықты деп айтқан. Яхудиден шығады деп ойлаған олар. Жоқ, Алла тағала не дейді Құран кәрімде? Аллаху а'ламу хайсу яжалу рисалата. Алла тағала өзі біледі пайғамбарды қаяқтан шығаратын болса да. Неге қазақтан шықпады деген қазір әңгімелер бар ғой. Неге түріктен шықпады, неге орыстан шықпады дейді. Жоқ, Алла тағала өзі қалай солай шығарады сол жерден. Біздің міндет Алланың ісіне араласу емес. Біздің міндет Алла жіберген нәрселердің барлығына иман келтіру болды. Алланың шаруасына біз араласа алмаймыз. Міне осылайша жаңағы Уарақа ибн Науфал сөзін жалғатты, айтты, ей Мұхаммед, енді саған ауыр сынақтар келеді деді. Әттеген ай, мен қартайып қалғанымды қараш дейді. Қартайып қалғанымды қараш. Сені қауымың ертең бұл жерден қуып азаптаған кезде сенің қасыңда табаныңды жуып жүрсем де маған жарайтын еді дейді. Бірақ мен ол нәрсеге жетем деп айта алмаймын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Уарақа, көкетай, сонда мені қауымым қуып шыға ма дейді. Ей Мұхаммед, сені дейді, және сен сияқты ақиқатқа шақырған адамдардың барлығын өзінің қауымы қуып шыққан дейді. Қуып шықты ма? 13 жылдан кейін қуып шықты. Сәуір деген үңгір бар, ол жаққа да барсаңыздар болады.
Сол Саур үңгірінде тығылды, қуып Мәдинаға қарай қашты. Алла тағала Мәдинаны пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға таңдап берді. Міне айтты, сені қуып шыққанда қауымыңмен жаныңда болғанда ғой деді. Бірақ ол не істеді? Өкінішке орай сол оқиғадан кейін бір аптаға жетер жетпестен кейін дүниеден өтіп кетті. Қараңыздар, жер бетінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлығын мойындаған, елшілігін емес, пайғамбарлығын мойындаған тұңғыш кісі кім екен? Уарақа ибн Науфал екен. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, имам Ахмад, имам Тирмизи, имам Насаидің сахих кітаптарында келген хадистерде айтады, қиямет күні Уарақа ибн Науфал бір көзі бір үммет болып тіріледі дейді. Bir gözü bir ümmet болып. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim bir ümmet болып тіріледі дейді. İbrahim пайғамбар. Мына кісі де иншалла қиямет күні бір өзі бір ümmet болып тіріледі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбарлығын мойындағандығы үшін. Елшілік міндет жүктелген жоқ. Осылайша уахи үзіліп қояды, ештеңе жоқ. Күтіп жүр, бірдеңе ішінен бір күні сағыныш ояна бастады дейді. Уахиға деген. Сөйтіп Меккенің сыртында кетіп бара жатқан кезде кенеттен бір дауыс шықты. Көкке қараса, Хайра үңгірінде келген әлгі жаратылыстағы күрсиде отыр дейді. Күрси деген жаңағы орындықта. Бұлт сияқты аспанда орындықта отыр. Bir кезде мен үйге қарай жүгіріп қаштым дейді. Қорқып жаңағыда қысат деп қорқтым. Үйге бардым да дәссируни, ораңдар, бүркеңдер деп айқайладым дейді. Сол кезде не істеді? Бүркеніп тастады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ Алла тағаланың хикметі, даналығы, Алла тағала Жабраил алейхиссалам арқылы жаңағы бүркенген нәрсесін істеді, ашты дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхал муддассир, ей бүркенуші, құм фәәңдір дейді. Міне, құм фәәңдір, тұр да адамдарға ескерт дейді. Міне, елшілік міндет жүктелді. Пайғамбарлық Хайра үңгірінде болды ма? Елшілік міндет Меккеде жүктелді. Құм фәәңдір, вараббука фәкәббір, Раббыңды ұлықта деді. Васиябака фатахир, киіміңді тазала деді. Көрдіңіздер ме? Бізде мұсылмандарда киімді тазалау не? Ғибадаттың қабыл болуының шарты киімді тазалау, дұрыс па? Намазың сыртқы парыздары не ол? Киімнің таза болуы, намаз оқитын жердің таза болуы, дұрыс па? Васиябака фатахир, варруджиза фахжур деді. Варруджиза фахжур, лас істердің барлығын таста деді. Саллаллаху алейхи вассалам. Лас істердің барлығын таста, яғни ол не? Аналарға ілеспе деген. Ана пұттарға арнап құлбандық шалбатқан, жалаңаш қағбан тауып құлбатқандарға ілеспе. Ар жағында аяттың «Уәлә тамнун тәстәкфир», аз нәрсені үстеп, көп нәрсені үміт етпе дейді. Бір кішкентай нәрсені үстеп, міндетсін қалып жүрмеді. Алла тағала тәрбиелеп бастап кетті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аяттың ар жағында не дейді? «Вали роббика фасбир». Енді саған, ей Мұхаммед, үлкен ауыр жаңа Уарақа ибн Науфал айтқан сынақтар басты. Сынақтар енді басталады деді. Сол сынақтар бастаған кезде «Вали роббика фасбир», Раббың үшін әдемілеп тұрып сабыр сақта деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сабыр сақтады. Соңына дейін сабыр сақтады. Тіпті Таифқа барып қараған қылған кезде де сабыр сақтады. Соңына дейін шығып кетті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мединаға шығып кетті. Пайғамбарлық біткенге дейін сабыр сақтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла тағала істе деген нәрсенің барлығын істеді. Ешбір нәрсесінен істеген жоқ, қарсы келген жоқ. Міне осы жерден иншалла тоқтатайық. Осы жерге қатысты болған, я? Ашхаду ан ла иляха илля анта, астағфирука. Жақсылап дұға жасап жүрсек, штырыға. Дұға жасайық. Жадам. İş biliyordum ben. Болады hocam. Rıktıyız gelsin. Үлкендер қайда? Үлкендер бағасын. Bak etkiler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Allahümme teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ya Rabbim Allah, özünün qonaqtarın, özünün rahmında, meyriminde, razılığında іздеп өзіңнің сүйікті қалаңа, өзіңнің қасиетті еткен қалаңа, ғибадаттар еселенетін қалаңа, өзіңнің пайғамбарың саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келген қалаңа, өзіңнің пайғамбарың саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық міндеті жүктелген қалаңа келіп тұр, я Раббым Алла. Қандай ниетпен келген болса, сол ниеттерінің артығымен жетуіне Аллахым өзің нәсіп ет. Өзің разы болған кейде, өзің қалағандай, өзің бұйырғандай түрде құлшылық ғибадат жасауымызға Аллахым өзің жәрдем бер.
sәттілік бер. Allah'ım sol istеген ғибадат құлшылықтарымызды Allah'ım өзің қабыл қыл. Allah'ım бұл жерде қайта-қайта қажылыққа келетін, қайта-қайта умраны жасайтын, өмірде кедейлікке жолықпайтын, күнәларынан тазаланатын, пәк күйде өзіңмен жолығатын, өзіңмен өзің разы күйде жолығатын, өзіңнің сүйікті пенделерің болудан Allah'ым баршамызды нәсіп еткейсің. Я Раббым, Алла, есіткен білгендерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың пайдаға асуын, ықыласты болуын және солардың қабыл болуын Allah'ым баршамызға нәсіп ет. Я Раббым, Алла, Құран кәрімді толық жаттауымызды, оны жүрегімізде, жадымызда сақтауымызды, оған шамамыздың жеткенінше амал қылуымызды, я Раббым, Алла, өзгелерге үйретіп насихаттауымызға Allah'ым өзің жәрдем бер, соны бізге нәсіп етіп сәттілік бергейсің, я Раббым, Алла. Қиямет күні ата-анамызға тәж кигізуді, біздерді өмірге келгеніне өкінбейтіндей разы болып өтуімізді Алла тағала баршамызға нәсіп еткейсің. Ата-аналарымызды да қажылыққа келуімізді Allah'ым өзің нәсіп еткейсің. Дүниеден өткен ата-аналарымызды Allah'ым өзің мейірім рахметіңе бөлегейсің. Хидаятқа келмей жүрген ата-аналарымызға Allah'ым өзің иман бергейсің, тауфиқ бергейсің, я Раббым, Алла. Баршамызға өзіңнің дініңде сәттілік беріп, қадамымызды нық қыл, берік болуын Allah'ım өзің нәсіп еткейсің. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala seyyidina Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bir rahmet ya Erhamur Rahimin. Allah rahmet. Allah razı olsun.